Келіні жуас болғанда да сорлының сорлысы еді. 30-ға жетпей аузы омырылып түсіп қалған 3 тісін түгендей алған жоқ. Ол кезде атасы Қабыш 60-қа жаңа кірген. Ал оның әйелі түгелді бүкіл ел білетін. Ел аузында пыш-пыштаған сөз көп. Бірі қазан болса, екіншісі күйесі. Ойпырмай, төрткүл дүниеден бірін-бірі адаспай тапқанын айтсайшы. Пейілдері сай келгеніне соншалықты бірін-бірі ыммен түсінеді. Бірі сұм, бірі қу. Қорқуды білмейтін өздері. Обал мен сауаптан жұрдай. Қабыш еркек кіндік қой, мейірімі саяз. Ал өзі кезінде келін болған, ене көрген, қиналып бала тапқан ана түгендікі не сонда? Ол ұятсызды енесі марқұм тұяғын да қимылдатпай шолжаңдатқанын жақсы білеміз. Енді қарашы, біреудің әлпештеген қызын ана келінді айтамын да, күте алмаған күң етеді деп кемпір етті. Күйеуі күнде сабап жатқанда да не ара түспейді. Сол келін тапқан 2 баланы жақсы көріп, ал өзін иттен ары етеді. Тапқаны адал, өзі арам болғаны ма? Осындай шындықты біле тұра, Қабыш өзін өзгерте ала ма? Сол түні келіні Айман шынымен-ақ аяусыз сабалды. Шаңырағында төбе тұйқаны шымырлатса да ара түспеді. Әйел деген ит, аяма, деді ене ұлына. Әй әкесінің, аузына тепкіле, сүмірейіп алып, тілінің ащысын. Екіншілей сенің төбең 2 қырдың астынан көрінсе, құрдай жорғалайтын болсын. 5 минутта алдыңа кәрі қошқардың етін былбыратып пісіріп әкелетіндей ет. Былжырап осының бітпейді ау ісі. Құдай сөйтіп жаратса қайтем енді, деді келіні боздап отырып. Ана 2 баламды алам да кетем, өкпем жоқ, кетейін. Мә, деп қайын атасы саусағын шығарды. 2 балада шаруаң болмасын, күлге аунап тапқан жоқсын. Алмайсын балаларды, кете бер. Өзің ұқсаған сүмірейтін шешеңе қосылып, үйіңде омалып отыр. Айманның шешесі де шынымен бос былбыр кісі еді. Қызы алдындағы 3 тісінен айырылып, тепкі көрген аузы дорбадай болып келгенде де еш иық көтере алмады. Басынған ғой құдамның, деп жылап алды. Әкең жас кетті, жалғыз еркек кіндік бауырың аланау, ауру, есі аз. Мен мынау қу тамағымды әзер асырап отырмын. Мына түріңді көріп жылаймын да, басқа қайтем енді? Адам санатында жоқсың ғой олар үшін. Жазығың жоқ, жітік жерден шыққаның ба? Көрмей білмей алған жоқ. Баласы теңің еді. Келем десең келе ғой. Осынша тепкі көретіндей не жаздың? 2 балаңды өзім өсірем. Тағы бір жақсы кезігер. Ауылға әпкесін ертіп барып, балаларын киіндіре бастады. Әу, келін, қашаннан бері біз адам болмай қалғанбыз? Ата, 2 баламнан өңге ештеңе сұрамаймын. Сұрағышың бермесемше? Мен олардың шешесімін. Жоқ, бермеймін. Алсаң қызыңды ал. Еркек бала менімен қалады. Әй, Қайыржан, сен менімен қаласың. Бала үндемей төмен қарады. Адуынды атасына батып еш нәрсе айта алмайды. Киініп жатқан қарындасына қызығып қарап тұр. Үйден атып шықты. Әне, көрдің ғой, ол сені керек те қылмайды. Түбі жарт-жұрттық мынауыңда жетеді саған. Сол қызыңды сатып байырсын. Мен сотқа арыз беремін. Баламды алмай қоймаймын. Алдымен аузыңнан аққан сілекейіңе ие болып ал. Қанша жаман болсам да, мен анасымын. Көрерміз, ала алсаң, жеңгенің. Мен тірі тұрғанда ұл неберемді бермеймін. Апа, деп келіні енесіне жаутаң етіп қарады. Қызды бергеніне қуан, әйтпесе ол да екеуін де алып қаламын деген. Мен әзер көндірдім. 6 жыл жастанған жастық көрпеңді алғында кет. Шешең екеуің қыз түсте жамыларсыңдар. Бізде де еш жоқ қой. Жарымай, шалшымай қалған біреуден қыз алып. Енді менен құтылдыңыз ғой, ене?
Анда-санда балама келіп тұрайыншы. Жоқ, деді атасы. 6-дағы бала тез-ақ ұмытады. Келсең сирағыңды сындырамын, ұқтың ба? Қызын жетектеп аулаға шықты. Күз түсіп, бәрі сарғайып кеткен беймаза шақ. Баласы жолға қарап, шарбаққа жабысып тұр екен. Етегіне жармасты. Енді қашан келесіңдер? Үнсіздік. Мен осында қала берем бе? Келемін. Күт. Күтіп жүр мені. Жарай ма? Жылай берме. Көп жыласаң, мен келмей қаламын. Жыламаймын, деп кемсеңдеді бала. Тек келші, мені ұмытып кетпеші, мама. Ұмытпайсыңдар ма? Ай Қайыржан. Атасының үні саңқ еткенде бала үйге қарай тұра жүгірді. Құдай-ай, деп жылады Айман. Тыныш заманда іштен шыққан балама билігім жүрмейтін. Неткен сорлы едім. Жылап қалды-ау. Қой жылама, деді әпкесі. Әлақ береді, бермей қайда барады? Заң бар емес пе? Сағынып жылап, жаситын болды-ау. Жат жер емес қой, өскен ортасы. Ұмытып кетпеші дегенін көрмейсің бе? Ана деген баласын ұмытушы ма еді? Бар азабына төзіп ем атамның. Мына көрсеткені сұмдық болды-ау. Сүйенішім жоқ болған соң осы да, әкем тірі болғанда алып берер ме еді? Шешесі сыртына да сыйдырам деп қарсы алғанымен, қайтып келген қызға қайдан оңай болсын. Оның үстіне бір ботасын бермей, аруанадай аңыратып қойса. Аптаға әзер жаны шыдады. Шешесінің ағайындыларын араға салып көрген, нағашы адал, жанашыр жұрт қой. Көтеріліп барып, қабыштан баланы ала алмай қайтып оралды. Осы отырған бәріңде қатын сабайсыңдар, деді атасы. Келінім келгелі талай таяқ жеген. 6 жыл шыдап, аяқ асты не болып қалыпты? Қызымызға соншама шүйлігетіндей не жазды екен? Естейік. Міне, ағайыным көріп отыр. Не асы піспейді, сылпылдап, не төсегі жиналмайды. Істеген тамағын ит ішпейді. Жесе таяқты кінәсінен жейді. Пысымады. Балам керек жоқ деп отыр. Ау, сонда ұлымызға керек болмаса, мына кемпір екеуміз оған үй күзетеміз бе? Күйеуі талақ деп 3 ретқа айтсын. Соны естіп тыныш тапсын. Талақты ғой айту қашпас. Бұл ана емес пе? Болса ше. Бала мәселесін шешіп алайық. Екі елді қосып отырған әйел ұрпақ әкелуші. Орнына келін түссе, туып берер. Қинамаңыз жас әйелді. Дені сау әйел, ішімдік ішпейді. Балаңның көзіне шөп салмады. Оның қалайша аналық құқығынан айырасыз? Баласын беріңіз. Бергенмін баласын. Тапқаны екеу екенін Құдай да біледі. Құдайды куәлікке тартпай-ақ қой. Ол баланы маған басымен берген. Бала әке-шешеге ортақ. Берілмейді бала. Елімді шауып алсаң да көрерміз. Әуре болмай-ақ қайтыңдар. Нағашылар бастары салбырап есіктен шыға берген еді. Тас түскен жеріне ауыр екен-ау. Айман сорлы апалақтап, апта көрмеген баласын іздегенде төсі иіп кетті. Құлыным, қайдасың? Сені бұлар қайда тығып тастады? Қайыржан, сені алып кетуге келдім, балам. Бала табалдырық көзінде үнсіз тұрды. Сен менің шешем емессің, кете бер, деді даусы құмығып. Мен бе? Сені сағынып келдім ғой, балам. Гүлназ да сені сағынып жүр. Кетейік, қайтайық, балам. Сен мені тастап кеттің. Баланы қорқытып, солай үйретіп қойғаны көрініп тұр. Денесі дірілдеп, өзін өзі ұстай алмай кетті. Келме, сен маған керек емессің, деп ауыз толтыра боқтады. Балам, көзі жасқа толып, созған қолы ауада қалқып қалды. Көрдің бе? Балаң сені жақтырмайды. Атасы мен апасының баласы ғой. Қайыртай, боқтап жіберші кәне. Бала сөйлей алмай қалды. Ерні дірілдеп, сазарғанда бетінен мөлдір моншақ сырғыды. Оның апта бойы жүрегі сыздап, осы бір кішкентай әйелді сағынғанымен ешкім санасқан жоқ. Бала жүрегімен мені алып кетсе екен
деп тілегенін де ешкім сезбеді. Ол үлкендердің қатал үкіміне көнді. «Ата», деді келіні жылап тұрып. Түсіп қалған тістерінің орны үңірейіп тұр екен. «Осы істегенің алдыңыздан келсін. Ой, көргенсіз, тарт тіліңді. Кет құры», деді енесі. «Балама қыз алып берем әлі-ақ. Сенен бұрын да үйленген, сенен кейін де үйленеді». Қалш-қалш еткен Айман шарасыз бұрылып шыға жүре берді. Содан бері де 6 жылға айналды. Қабыш төсек тартып жатыр. «Әй, түгел, әй!» деп тамағы қарқылдап кемпірін шақырды. Кемпірдің де адуын мінез қалмаған. «Не болып қалды?» деп аяқ шетін ала отырды. «Не ғой? Не? Жұмағұлдың қызы күйеуге шықты ма екен? Оны неге сұрадың?» «Кісі өлерінде қателігін түсінеді. Кешірім сұрай алмай кетсем, көрімде тыныш жатпаспын. Дұрыс істемедік-ау. Қайда жүр әлгі Қайыржан? Шақыршы». 3-ші рет балалары үйленіп, ел алдында марқайғанымен көп өтпей екеуі де жасып қалды. Келген келін үйдегі берекені қуа, ырысты түре келді. Келе билікті алды. Талай рет жуас әйел сабап үйренген баласына әке шешесі не ара түсе алмай, бозы түсті де қалды. Немересін жақсы көріп шынымен қимай алып қалған еді ғой. Сол немере көз алдыларында талай таяқ жеді-ау. Тілі ащы келіні атасында көпке ұсатпады. «Әй, сен жайыға отыр, жағаласпай. Кеткен қатынның күшігін немнеге алып қалған бұл? Қимай жүрме? Әлде мен тумайды деді ме? Шешесі тастап кеткен тас жүректі көргім келмейді. Жетімнің 7 қарны бар деген расау. Өмірі асқа тоймайды. Түбімізге жетер түбі». 7 жасар бала не жеп ырысыңды ортайтты, деді атасы күркілдей жөтеліп. «Апарып тастасын шешесіне». «Апармайды. Сені кемпіріңмен қосып далаға қуып шығуға шамам жетеді», деп келін доңғалдағанда екеуі не істерін білмей дал болды. «Қатын құтаймаған балаңды міндет етіп отырсың ба маған? Мақтанып отырсың ба? Балам, жабыңыз аузыңызды. Қойшы шал, қартайғанда естейін дегенің осы ма? Осы қақпастың ісін елден-ақ естіп отырмын. Кісі сыйлар қылығы жоқ. Шешесін баласынан айырып, сұраушысыз жоқтай белден басып отыр. Тартсын азабын тірісінде. Сен тартқызбай-ақ қой», дейді енесі шыдай алмай. «Сіз де ана болып қарық қылғаныңыз шамалы. Соқталдай ұлыңыздың сөзін сөйлеп, әлпештейсіз. Ал ол әйел неге шынашақтай ұлын алып кетпеді? Сен біздің мәңгүр-нәңгүр болдың-ау. Баласын апарып беріңдер. Сендердің көзің кеткесін күйе болмас. Көзіміз жетіп отыр. Көздерің жетсе сол». Долы келіннен қорқып бір шайды әзер ішіп отырғанда мына шал қайтағын қозғаған несі. «Сүмелек болса да адал еді-ау Айман келініміз. Бізді сыйлапты. Қадірін енді білдім. Баласын апар құдағиыңа. Мені тұра алмай жатыр де. Дұғай сәлем айт. Қарғамасын. Күш-қуат барда құтырады екенбіз ғой. Ажар мен ақша кетіп, ақыл қалар. Өткені еске салып, тақымға алар деген осы. Оған ризамын дегейсін. Сағындым келінімді». «Мен де сағынып жүрмін», деп жаулығын көзіне апарды кемпір. «Мені жетісіп жүр дейсің бе? Әй Қайыржан, ал, апаңмен ілес мамаңа бара ғой балам. Сағынған шығарсын сенде. Үлкендер қателеседі екен балам». Бала қалт тұрып қалды. Осы сәт оның не ойлағанын ешкім білген жоқ. Қарттық дегенің адамды тәуелді ететінін, жастатынын, кейде балаша жылататынын білген жоқ. Тек әйтеуір анасын көретініне қуанды. Талай рет ұрланып келіп, искеп кетіп жүргенін ғана ешкімге айтпады.